Сәлем достар. Бүгінгі тақырып стресс пен ұйқы, денсаулыққа әсері және оны қалай басқаруға болады. Стресс пен ұйқының байланысы. Біздің ағзамыз стресс кезінде кортизол гормонын бөледі. Бұл гормон ұзақ уақыт жоғары деңгейде болса, денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін. Соның ішінде ұйқы сапасы нашарлайды. Ұйқының жеткіліксіздігі мидың дұрыс жұмыс істемеуіне, көңіл күйдің төмендеуіне және иммундық жүйенің әлсіреуіне әкеледі. Ұйқының маңызы: 8 сағаттық толыққанды ұйқы денсаулықты қалпына келтіреді және стресс деңгейін төмендетеді. Жақсы ұйқы адамды сергек және энергияға толы етеді. Қазіргі өмір ырғағында адамдар ұйқының маңыздылығын елемей жатады, бірақ бұл ұзақ мерзімдегі денсаулық мәселелеріне әкелуі мүмкін. Стрессті қалай басқаруға болады? Бірінші, медитация және тыныс алу жаттығулары, стрессті тез жеңілдетудің қарапайым әдістері. Екінші, табиғатта серуендеу, таза ауада болу және қозғалыс миға жағымды әсер етеді. Үшінші, уақытыңызды жоспарлау, дұрыс ұйымдастыру, жұмыс пен демалыс арасындағы теңгерімді сақтайды. Төртінші, жақсы тамақтану, витаминдер мен минералдарға бай тағамдар дененің стресске қарсы тұруын жақсартады. Ұйқыны жақсартуға арналған кеңестер: ұйықтар алдында телефон немесе компьютерді қолданбау, бір уақытта ұйықтап, бір уақытта тұру, жатын бөлмеде жайлы және тыныш атмосфера құру, шай мен кофені кешкі уақытта ішуден бас тарту. Видео пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Деніңіз сау болсын.